Аяқтағы жағымсыз иіс әбден қажытқан еді. Қонаққа барсам да ұялып отыра алмайтын едім. Одан қалай құтылғанымды және не көмектескені туралы сіздермен бөліскім келді. Өйткені кез келгеніңіздің басынан осындай мәселе туындауы мүмкін. Сондықтан қалай жасағанымды, не қосып қанша уақыт істегенімді мұқият тыңдап алыңыз. Әйтеуір бір өміріңізге керек болатыны ақиқат. Құрметті оқырман, алдымен сіздерден Дау арнасына тіркелуді сұраймын. Менің мақсатым осы айдың соңына дейін 10 000 оқырман жинау. Сіздің болмашы әрекетіңіз менің таудай мақсатыма апарар еді. Ал бастайық. Алма сірке суы жайында ас үйде жүрген әрбір әйел естіген болар. Бірақ көп жағдайда ол сірке суын ішке қабылдайды. Дегенмен оны теріге жақса қандай әсер болатыны туралы ойланып көргендер бар ма? Міне сол әсер туралы бүгінгі видеода сөз тарқатпақпыз. Бұл сірке суының табанға қандай пайдасы бар? Аяқ табанына не үшін сірке суын жағу керек? Аяқ табанына сірке суын қалай дұрыс қолданған жөн? Және кімдерге оны қолдануға болмайды? Алма сірке суының пайдасы. Бұл тағам бактериялармен, грибоктармен күрескенде өте тиімді. Оның бойында бар заттар жағымсыз иістен, арам шөптерден құтылуға келгенде алдына жан салмайды екен. Ол сірке суымен адамдар шаштарын тазартып, ас үйдегі ыдыс-аяқты жуады. Сонымен қатар сірке суы адамның терісіндегі жасушалардың тез түзілуіне және жарақаттардың жазылып кетуіне септігін тигізе алады. Алма сіркесі калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне және А, В1, В2, В6, С, Е, П дәрумендерімен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы элементтерге бай болғандықтан алма сірке суын біраз іске пайдалаға жарата аламыз. Соның арқасында ол ағзадағы токсиндерді белсенді шығара алады. Сонымен қатар алма сірке суын аяқ табанына не үшін жағамыз? Оның қандай қасиеті бар? Белгілі бір жерге алма сірке суын жағу келесі жағымды әсерлерге ие болып келеді. Біріншіден, қолдануға болмайды деген қарсы көрсеткіштер өте аз. Екіншіден, көп таралған аяқ табандарында кездесетін тері ауруларына қарсы тұра алатын таптырмас құрал. Олардың біріне табанның жарылып кетуі жатады. Бұл жағдай көптеген адамдардың басты проблемасына айналып отыр. Оны көпке дейін емдемесе, жүре берсе, ол жұқпалы бактерияларға айналып кетуі мүмкін. Міне сондықтан алма сірке суын пайдаланған жөн. Ол тіпті ұзақ жылдар бойы сақталған, қатып қалған жараларды да емдей алады, кетіре алады. Үшіншіден, мозоль деп аталатын табанға қолға шыққан сүйел. Олар тереңдеп кетсе қимыл қозғалысқа қатты кедергісін келтіріп шаншып ауыртады. Бұл табиғи антисептик сүйелден де құтылуға көмектеседі. Микрофлоралардың артық шағымдануынан пайда болатын әсері аяқтың тез терілеп иістің шығуы. Бұл жағдайда алма сірке суы жылдам көмекке келіп, тез құтылуға септігін тигізеді. Грибоктар. Олар тырнақта пайда болып аяқтың сұлулығын бұзады. Аяқтағы тырнақ сарғайып, ұсқынсыз болып көрінетін күйге енеді. Ондай бактериялардан сірке суды қосылған ванналар көмектесе алады. Табанды осы аурулардан емдеуге сірке суын қалай қолданған жөн? Ұйықтар алдында аяқтарыңызды жуып, оны алма сірке суымен сүртіп жатуға болады. Бұндай жағдайда ол антисептик ретінде жұмыс істейді. Алайда, оны қолданудың ең негізгі тәсілі ванна ретінде қабылдау. Ол жоғарыда айтып өткен дерттерге қарсы көмектесе отырып, аяқтың айналасында антисептикалық орта қалыптастырады. Ол үшін 1 литр суға 2 ас қасық алма сірке суын қосып, суда 15 минуттай аяғын салып отырады. Судың температурасы аяққа жылы болу керек. Қатты салқын болса тері тітіркеніп кетеді. Аяққа ванна қабылдап болған соң оны сүртіп, жылы шұлық киіп, жатарға дайындаласыз. Осылай аптасына 2-3 рет жасап көрсеңіз, бірден нәтижесі көзге көрініп бастайды. Егер ваннаны табанның жиі терлеуінен немесе грибоктан емдегіңіз келсе, дегтярное мыло деген сабынмен жақсылап жуып алған жөн. Ал егерде бұрыннан келе жатқан сүйелдерден арылғыңыз келсе, онда суға көбірек сірке суын қосып, онда 15-20 минуттай ұстайсыз. Осылайша аяқтағы ауруларды емдеп алуға болады. Бұл
алма сірке суын пайдалануға кімдерге болмайды? Халықтық ем қабылдау қазіргі таңда да өз қауқарын жоғалтпай келеді. Ал біз оны көпке танытып, әрбір жанға пайдалы болатын рецепттерді қолжетімді ақпаратпен беруге тырысамыз. Ал сіздердің қойған әрбір лүпілдеріңіз біздің арнаны жаңғыртуға және оның басқа да адамдар көруіне себеп болар едіңіздер. Ішке қабылдағанға қарағанда сыртқа қолдану алма сірке суы аса қауіпті емес, бірақ сонда да оның теріні тітіркендіретін әсері бар екендігін ұмытпаған жөн. Егер аяқтарыңызда жарақаттар болса, оның толық жазылып кетуін күткеніңіз абзал. Егер ашық жараға сірке суы тиіп кетсе, қатты ашытып кетуі мүмкін. Диабетпен ауыратын болсаңыз, ол ваннаны қабылдаудан қашқаныңыз жөн. Сонымен қатар дерматит, псориоз секілді созылмалы дерттеріңіз болса, қолданбаған абзал. Ал құрметті көрермен, сіз алма сірке суын қолданып жүрсіз бе? Қандай жағдайда ол сізге көмектесті? Пікірге бөлісіп, арнаға тіркеле өтіңіз. Біздің арнамызда басқа да денсаулыққа пайдалы ақпараттар толы. Кіріп, бір қарап шықсаңыз болады.